Тұрар Рысқұлов атындағы Тірек мектебі әдебиет сабағы Момынқұлова Ләйлә Төлеубекқызы 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Темірхан Медетбек «Тәуелсізбін» өлеңі. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы автор бейнесін ашып үзінділерді жатқа айту, поэзиялық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Бағалау критерийі: автор туралы айтады, өлеңді мәнерлеп жатқа оқиды. Тілдік мақсаттар: тәуелсіздік, дербестік, елдік, мәңгілік ел. Үйге қандай тапсырма берді балалар? Темірхан Медетбек «Тәуелсізбін» деген өлеңін жаттау. Жақсы балалар. Ал тәуелсіздікті қай жылы алдық балалар? 1991 жылы. 1991 жылы алдық. Өте жақсы. Темірхан Медетбектің «Тәуелсіздік» деген өлеңін барлығы оқып келдіңдер, иә? Арамызда жаттап келгенімізде бар ма? Иә. Бірінші жаттауды айтайық онда. Тәуелсізбін, Темірхан Медетбек. Тәуелсізбін мен бүгін. Келді міне, азаттығым, теңдігім. Бостандықта бойлығым мен ендігім. Шешіл енді шемен болған шерлінім. Қарсы қарап қатал мынау заманға, айналдық біз қайтпас қайсар қамалға. Алды бүгін тәуелсіздік тау тасым, орман көлім, далам менен баламда. Темірхан Медетбек. Тәуелсізбін мен бүгін. Келді міне, азаттығым, теңдігім. Бостандықта бойлығым мен ендігім. Шешім енді шемен болған шерлінім. Қарсы қарап қатал мынау заманға, айналдық біз қайтпас қайсар қамалға. Алды бүгін тәуелсіздік тау тасым, орман көлім, далам менен баламда. Жаным менің, қаным менің тәуелсіз, арым менің, жарым менің тәуелсіз, әнім менің, дәнім менің тәуелсіз. Өте жақсы. Ал Зияна жаттап кетті. Тәуелсізбін, Темірхан Медетбек. Тәуелсізбін мен бүгін. Келді міне, азаттығым, теңдігім. Бостандықта бойлығым мен ендігім. Шешіленді шемен болған шерлінім. Қарсы қарап қатал мынау заманға, айналдық біз қайтпас қайсар қамалға. Алды бүгін тәуелсіздік тау тасым, орман көлім, далам менен баламда. Жаным менің, қаным менің тәуелсіз, арым менің, жарым менің тәуелсіз, заңым менің, бағым менің тәуелсіз, әнім менің, дәнім менің тәуелсіз. Өте жақсы. Тамаша. Келесі тапсырма, мессенджерге мынадай тапсырма берейін. Тәуелсіздік деген өлеңді оқыдыңдар, иә? Енді сендер өлең ұнады ма? Өте жақсы ұнаса, яғни сендерге өлең ұнаса, қай шумағынан өте қатты сендерге әсер етті? Яғни әсер еткен шумақтарды мына жолға жазып, өздері не себептен ол шумақ сендерге әсер етті? Қандай сөз тіркестері сөздер бар екен? Оның себебі, өйткені деп өз ойларыңызды жазыңдар, жарай ма? Жарайды. Неге жұмыс жасаймыз балалар? Жүкпен емес, жаңа жұмыс. Жақсы. Темірхан Медетбек. Ол 1945 жылы 6 наурызда Түркістан ауданы, оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Ол орта мектепті Түркістан қаласында бітіргеннен кейін 2 жылға туған ауылына кетеді. Колхоз, сонан кейін бір Шалқай аудандық газеттен корректор болып жұмыс істеген. Темірхан Медетбек ол Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, сондай-ақ Қазақстан жазушылар одағының Бейбарыс атындағы сыйлықтардың марапатталды. Темірхан Медетбек 1945 жылы Амангелді ауылы, Түркістан қаласы, Түркістан облысы 6 наурызда дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика университеті филология факультетінде оқыған. 1968-2002 жылдары радио мен телевизия, әртүрлі газет журналдарда, шығармашылық ұйымдарда қызмет атқарған. Қазақстан жазушылар одағында 2-ші хатшы болды. Және үшінші тапсырманы шығарманың басты идеясы, негізгі түйіні қандай?
Шығарманың басты идеясы, яғни ешкімге тәуелді болмау. Ал негізгі түйіні тәуелсіздіктің оңай жолмен келмеуі. Тәуелсіздік алғанға дейінгі Қазақстан мен бүгінгі Қазақстанды салыстырыңдар. Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін Ресей империясының қазақ жеріне шаруаларды жаппай қоныстандыруы, қазақ халқының ежелден қалыптасқан салт-дәстүрі, шаруашылық жүйесін үлкен өзгеріске ұшыратуы. Бүгінгі Қазақстан тәуелсіздік алып халқымыз тыныш. Қазіргі кезде ешқандай соғыс жоқ, қайғы-қасіретсіз өмір сүруде. Ақын Темірхан Медетбекұлы ол 1945 жылы дүниеге келген. Және де ол Амангелді ауылы, Түркістан қаласы, Түркістан облысында 6 наурызда дүниеге келген. Ол Абай атындағы қазақ мемлекеттік педагогика университетіне оқуға түскен. Рөліңді көрейін, балалар. Тамашалайық. Темірхан Медетбек 1945 жылы 6 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан ауданы, Амангелді ауылында дүниеге келген. Ақынның жастайынан өлеңге деген құмарлығын, әдебиеттің құдіретті күші шыңдап, қазақ поэзиясының жаңашыл ақындарының қатарына қосты. Орта мектепті бітірген соң Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтында оқыған. Алғашқы еңбек жолын 1968-2002 жылдары радио мен телеарналарда, әртүрлі газет журналдарында қызмет атқарып, шығармашылық ұйымдардан бастаған. Жинағын 1970 жылы «Жанымның жапырақтары» деген атпен жариялайды. Басқа да бірнеше өлеңдері Онда Таңшолпан бағдарламасын көресіңдер ме? Міне Таңшолпан бағдарламасында балалар қонаққа біз өтіп жатқан ақын депті алдымен тыңдап алайық. Темірхан аға, енді санаулы күннен кейін тәуелсіздік мерекесін атап өтеміз. Еліміз егемендік алған кезде алғашқылардың бірі болып қуанып бостандыққа өлең жазғандардың бірі өзіңіз едіңіз. Сол өлеңіңізді оқып берсеңіз, қуанымызды содан деген даталар тізбегі деген сызба береді кесте. Әр топ сендер жазыңдар да ары қарай бере беріңдер, жарайды ма? Қай топ бірінші аяқтар еді. Темірхан Медетбек болды. мың 1992 жылы 2 наурыздың буынның толыққанды мүшесі болды. Балалар, беказ БО дегенде қалай толықтырып айтуға болады? Біріккен ұлттар ұйымы. Өте дұрыс айтасың. Біріккен ұлттар ұйымы деп айту керек оқыған кезде. Жазылған кезде оны қысқартып жазса болады. Бағдәулет оқиды мына топта. 1945 Темірхан Медетбек дүниеге келді. Тағы қандай жылдар бар екен? Жандосқа бер. Отыра ғой. 1991 жылы 16 желтоқсан КСРО-ның адырасының байланысты Қазақстан өз ерлігін жариялады. Өз несі? Ерлігін жариялады? Жариялайды. Ерлігін емес, елдігін жариялады. Тәуелсіздігін жариялады дейміз, иә? Сөйтіп, ол елдігі, тәуелсіздік, азаттық, дербес ел деп синонимдері бар балар. Сөйтіп, айта беруге болады. Тәуелсіздік деген жұмбақ құрастырып кетті. Содан кейін тәуелсіздік
мектептегі ағамыз өзі оқығанды мәнерлеп оқып жаттап келеді. Аха. Сау болыңыздар, сау.